2024 жылдан бастап елімізде саңырауқұлақ пен жидек терген үшін салық енгізіледі. Оны дәрілік препарат жасайтын, коммерциялық мақсатта пайдаланатын кәсіпкерлер төлейді. Төлем сомасын болса жергілікті мәслихаттар есептейтін болады. Алайда бұл ұсынысты депутаттар қолдамай отыр. Олардың сөзінше саңырауқұлақ пен жидекке салықты енгізгеннен гөрі зиянды тағамға салық салу практикасын кеңінен қолданған дұрыс деп жатыр. Соңғы 10 жылда мұндай салық Дания, Эквадор, сонымен қатар Египет, Франция, Венгрия және де ақш және де басқа да елдерде пайда болған. Сбор ягод и грибов — это всегда сезон, и, как правило, этим занимается возрастное население. Это бабушки и дедушки, вместе с ними внуки, то есть, как правило, 6+ и 60+. Из кого правительство собирается взимать налоги? С них, что ли? Сіздің пікіріңізше, саңырауқұлақ пен жидек пе әлде зиянды тағамдарға ма? Пікірге қалдыра кетіңіз.